Бәріңе сәлем. Бүгін мен сіздерге өткен заман мен болашақ замандағы екі пәтер бірігіп кеткені туралы фильмді айтып беремін. Кино біздің махаббатымыз қанша уақытқа созылады деп аталады. Цео есімді қыз риэлторлық компанияға соқырлармен кездесуге келеді. Және ер адамдарға үй сатып алуды ұсынады. Оған қоса ол өзінің жүрегінде сыйға тартады. Фирма қызметкері оған өз мақсатына қол жеткізуге көмектеседі. Бірақ барлық кездесулер сәтсіз аяқталады. Осы уақытта Лумин деген жігіт директорды көндіруге тырысады. Осы жерді игеріп құрылыс жасау үшін. Бірақ директор оны елемей кетіп қалады. оны 30 мың юаньға алдап кеткен тағы бір адаммен кездеседі. Дәретханадағы Лумин компанияның екі қызметкерінің әңгімелерін тыңдайды. Олар өз бастықтарын подставить етпекші екен. Лумин палит етіп, және жігіт өз жобасында инвестор болуын ұсынады. Ешкімге ештеңені айтпау үшін екеуі де үйге ұқсас жолмен қайтады. Пәтерде олар қазірдің өзінде бір түрлікті байқай бастайды. Душта ваннада жатқанда Лумин раковинадан оның мочалкасын табады. Оның шаш кептіргішінен құм ұша бастайды. Ал Лумин стаканға құмды құйған болатын. Бір түрлілік түнге дейін жалғасады. Және қашан екеуі де төсекке жатқанда олардың пәтері бірге бастайды. Таңертең олар біріккен кереуетте оянады. Ол бірден бейтаныс адамға шабуыл жасайды. Және оны қуып шығуға тырысады. Ал ол бейшара тек менің үйімде неғып жүрсің деп сұрайды. Кейін екеуі де олардың пәтері біріккенін байқайды. Бірақ бұл ең оғаш емес. Екі терезенің сыртында әрқайсында әртүрлі ауа райы. Сондай-ақ олардың есіктері қосылған. Және есікті Лумин ашқанда 1999 жылға түседі. Ал Сеоның есікті ашқанда 2018 жылға түседі. Олар есікті бір уақытта ашпақ болады. Бірақ пәтер бұған жол бермейді. Және тарыла бастайды. Біраз уақыттан кейін олар заттарын бөліктей бастайды. Ал Лу 1999 жылы жасалған Сеоның жақтауын сындырып алады. Ол өзінің жылын көруді ұсынады. Олар бөтен жылдың есігін аша алмайтыны анықталды. Пәтер кішірейе бастайды. Лу есікті өзі ашады және оған өз заманын көрсетеді. Ескі үйіне келіп өзінің кішкентай кезін әкесімен көреді. Ол дәл осы үйді кездесуге бару арқылы қайтарып алғысы келген. Өзіне тым жақын барған кезде жер сілкінісі басталады және Лу оны алыстатады. Үйге оралған кезде Лу оны 2018-ге апаруын сұрайды және магнат болған шығармын деп үміттенеді. Бірақ ол оған өзіңізді интернеттен іздеңіз деп айтады. Луға басқа жаққа көшуін ұсынады. Бірақ ол таң қалады. Неліктен ол көшуін керек деп сұрайды. Нәтижесінде бірге өмір сүруді шешеді. Кешке екеуі де екі түрлі заманның заттарына таң қалады. Осы уақытта қандай да бір ғалым жұмбақ бай адамға уақыт дәлізін қалай жұмыс істейтінін түсіндіреді. Және олар оның қайда орналасқанын білмейді. Бай және оның командасына тек оны тауып, болашақтың технологиясын ұрлау ғана қалды. Бірақ олар порталдың өткен заманға ашылғанын білмейді. Түнде екеуі де ұйықтамайды. Ал 19 жыл бұрын әкесінің қайтыс болғанын айтады. Апат болып, ол өртеніп кеткен екен. Лумин тағы өз бастықтарын подставить еткісі келетін жұмысшымен сөйлеседі. Бірақ Лумин оның ұсынысын қабылдағысы келмейді. Инвестор болғысы келмейді. Лу тағы ойлануға уәде береді. зергерлік дүкенде жұмыс істейді. Ол жерге бұрынғы мектептегі құрбысы келеді. Және менеджер Сеоға бастығы сияқты қарап көмектеседі. Оған мықты жігітке тидім дейді. Және құрбысы оны күйеуімен бірге кешкі асқа шақырады. Кешке ол Луминді оған көмектесуге мәжбүр етеді. Кешке Лумин магнаттың рөлін ойнауы керек. Бірақ әрине ештеңе шықпайды. Және оның мектептегі досы оның үстінен күле бастайды. Үйде жылайды және Лу барынша оны жұбатуға тырысады. Ол шоколадты торт сұрайды. Ал Лу оны өзі жасайды. Олар өз өмірлерін өзгертуді шешеді. 2018 жылы олар 2005 жылғы ұтыс билеттерін біліп алады. Және лотерея ойнауға шешім қабылдайды. Олар жеңісті күте бастайды. Және әр түрлі уақытта көңіл көтереді. 99 жылдан ләззат алады. Ал Лу 2018 жылдың ойын сауығымен танысады. Кешке қарай олар көп ішіп қояды. Және олар мейрамханада шарапты төлеуге ақшалары жетпейді. Әмияның қалдыруына тура келеді. Бірақ ертең олар бай болып чекті төлейді. Таңертең олар бірін-бірін мақтайды. Лу оны өте әдемі. Ал оны ақылды деп санайды. Олар дерлік сүйіседі. Бірақ лотерея ойнауға асығуы керек. Ұтыс билеттері аталады. Және олар жеңеді. Бірақ күтпеген жерден олардың қуанышы ұзаққа созылмады. Өйткені билет толығымен өшіріледі. Сосын олар алдау жұмыс істемейтіні түсінеді. Лу оны жұбатуға тырысады. Бірақ оған айтқан жылы сөздерін қайтарып алды. Және оны ақымақ деп атайды. Ал ол жауап ретінде оны кәрі тауыққа ұқсайтынын айтады. Бірақ олар экраннан тағы бір Луды көреді. Ол жылжымайтын мүліктің магнатына айналған және өте бай. Сосын олар конференцияға кетеді. Бірден барлық сөздерін қайтарып алады. Бірақ Лу ішке олсыз кіреді.
Өзіне жақындаған кезде қайтадан жер сілкінісі басталады, және қазіргі Луға бірдеңе болады. Оған жаңа естеліктер қосылады. Ол өз кеңсесінде әлгі ғалыммен сөйлеседі. Қазіргі уақыттағы Лу уақыт дәлізін ашқан әлгі бай болып шығады. Енді қазіргі заманның болуы Луға қауіп төндіреді. Өйткені Сяо бұрынғы өзіне әсер етпеуі керек. Сяо екеуінің тойы мен балалы болуын жоспарлап отыр. Лу оған сенен аулақ болуға тырысам деп жауап береді. Күндіз жұмыста Сяоға келбетті Лу келеді. Ол оны қымбат мейрамханаға алып кетеді, және ол Миннің өмірінен жоғалып кетуі керек екенін түсіндіреді. Ол қазіргі жетістікке жету үшін, ол оны қамтамасыз етуге және онымен бірге болуға уәде береді. Бірақ Сяо бұл Минді ұнатпайды. Алайда ол мәмілеге келіседі, себебі ол өткен Миннің жоғалып кетуі мүмкін екенін айтады. Үйге келгенде ол Луға кететінін айтады, және ол табысты болу үшін бұл қажет екенін түсіндіреді. Және тағы сол жұмысындағы жігіттің ұсынысын қабылдауы керек деп жеткізеді. Сяо ескі үйді алады, ал Лумен контрактқа қол қояды. Соңғы кездесуінде олар бір-біріне жақсылық тілеп қоштасады. Сяоға олардың екіге бөлінуі қиын болады. Түнде Лу мейрамханаға жасырынып барып Сяоның әмиянын алады. Және оған бай бейнеде келеді. Ол бәрін түсінеді, және ыңғайсыз әңгімеден кейін олар сүйіседі. Екеуі де бір-бірімен қоштаса алмайды. Және оларға әл-ауқатты болу қызықтырмайды. Үйге келгенде Лу телефон қоңырауын естиді. Бұл оның жаңа серіктесі. Ол қазірдің өзінде бастығын подставил және одан мүлдем құтылуды шешеді. Ол жазатайым оқиғаны түзетпекші. Болашақ Лу мұның қалай болғанын есіне алады. Ол кісі өлтіруге кедергі жасамады және табысты болды. Бірақ бұрынғы Лу оның қолынан көрген брелокты байқайды, және бұл оның әкесі екенін түсінеді. Ол оны құтқарады. Ал болашақтағы бай Лу мәңгілікке жоғалады. Сяоның әкесі бұрынғы Луға алғыс айтады. Уақыт өте келе Сяо сыйлықты алмай және картаны ақшасымен қалдырып үйден кетуді ұйғарады. Сяо мен Лу кездесуге барады. Екеуі олардан басқа барлық нәрсенің артқа қарай жылжып жатқанын байқайды. Олар бір-бірімен кездеседі, және бұған өте қуанышты. Олар тағы кездесетініне сенімді. Сяо жоғалады. Өйткені Лу оның өткенін өзгертті. Фильм осымен аяқталады. Арнамызға жазылып лайк баса.